Мен доктор Варумын, педиатр және педиатриялық пульмонологпын. Apollo Vanacram Ченнайда жұмыс істеймін. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз балалардағы астма. Енді астмаға келетін болсақ, ол ересектердегі астмамен бірдей емес. Балалардағы астманы біз көбінесе сырылдау деп атаймыз, дұрыс па? 6 жасқа толмаған балаларға біз астма деп айтпаймыз. Біз оларды әдетте сырылдау деп атаймыз, ал 6 жастан асқандарға астма деп айтамыз. Сондықтан біз жиі көптеген балалардың 5 жасқа дейін үнемі небулайзер алып, сырылдаумен ауыратынын көреміз. Бірақ олардың көбісі өсе келе жақсарып кетеді. Және кейінгі өмірінде мұндай сырылдау немесе астмаға тап болмайды. Дұрыс па? Сондықтан 5 жасқа дейін сырылдау дамыған балалардың бәрі де кейін өмірінде немесе ересек кезінде міндетті түрде астмаға шалдығады деген сөз емес. Бұл ең маңызды нәрсе. Ендеше балаларда астманы қалай анықтауға болады? Мұнда 2-3 белгі ғана өте маңызды, дұрыс па? Баламыздың түнгі ұйқысын бақылаңыз. Егер ол түнде, әсіресе түн ортасында және таңертеңгі 4:00-ден 6:00-ге дейін қатты жөтеліп, ұйықтай алмай жатса, бұл ең бірінші және ең маңызды белгі. Екінші белгі жөтел оның ойнауына немесе жаттығуына кедергі келтіреді. Бала ойнауға немесе жүгіріп шығуға барады, бірақ үнемі жөтеліп дұрыс көре алмайды. Сонымен біз мұнда астма деген не және оның негізгі белгілері қандай екенін түсіндік. Кейде сіз өте жылдам тыныс алуды да, сондай-ақ осында ішке тартылуды, осылайша байқай аласыз. Бұлар астмасы бар кез келген баладан табуға болатын қосымша белгілер. Бірақ астманы анықтаудағы ең маңызды зерттеу бұл спирометрия. 6 жастан асқан балаларға өкпенің спирометриясын жасаймыз, ал 6 жасқа толмағандарға импеданс осциллометриясы деп аталатын тест жүргіземіз. Бұл өте жаңа әдіс. Бұрын бізде бұл импеданс осциллометриясы болмаған. 6 жастан асқан балаларға спирометрия жасау үшін белгілі бір күш жұмсау керек. Олар арнайы құрылғыға үрлеуі тиіс, ал бұл 6 жасқа толмаған балалар үшін өте қиын. Ал 6 жасқа толмаған балаларға арналған импульстік осциллометрияда олар тек 30 секундтан 1 минутқа дейін тыныш отырып, ештеңе істемей отыруы жеткілікті. Енді емдеу жағына келсек, мен айтқандай, алдымен сырыл бар ма, жоқ па, соны анықтау керек және мен бұған дейін айтқан суық тағамдардан аулақ болу қажет. Емдеу үшін біз арнайы дәрі-дәрмектер мен небулайзер арқылы емдеу тәсілдерін қолданамыз. Бұларды мен сіздерге егжей-тегжейлі түсіндіріп өттім. Рахмет.